Бүгінгі таңда біз балаларымызды тәрбиелеген кезде жалпы ата-аналар болсын, осында отырған болашақ ата-аналар, жастар, біз балаларымызды тек қана материалдық тұрғыдан ғана тәрбиелеп жатырмыз біз. Телефонын алып береміз, киімін алып береміз, жақсы мектепке оқытамыз. Жақсы мектепте оқыған соншалық жаңа көлігі бар таситын баламызды. 5 уақыт тамақ береді екен мектепте. Жақсы мектепке беріп қойдым. Баламды оқытып жатыр дейді. Неше түрлі киімдер алып береміз, әдемі. Ең қымбат телефондарды алып береміз. Тек қана баламыздың жалпы материалдық тұрғыдан ғана тәрбие беріп жатырмыз. Ал оның руханияты қайда? Ал бірнеше жылдан кейін сіздің балаңыз өсіп, ер жетіп, азамат болғаннан кейін бірдеңені бүлдіреді. Бірдеңені бүлдірген кезде балаңыз алғаш наркоман немесе түрмеге түскен кезде біреуді ұрып, кім кінәлі болады? Ата-ана өзі кінәлі. Өйткені тек қана материалдық тұрғыдан ғана тәрбие берген балаға көйлегі көк, киімі бүтін, тамағы тоқ. Бірақ жүрегінде Алласы жоқ, ата-анаға деген құрметі жоқ. Көршіні сыйламайды, үлкенге құрметі, ішіге ізеті жоқ бала, ата-анасының тәрбиесін көрмеген, ол міндетті түрде болашақта өзінің жамандығын істей бастайды. Ол 15-ке келгенше қол ұстаған қобызың дейді. Ол 15-тен асқан соң тыңдамаса тоңызың дейді. Ертең балаңыз 15-тен асқаннан кейін сіз тыңдамайды, ол бағынбайды да. Ал бала кезінен бастап біз ізгі ұрпақ деген нәрсе, бағанағы әкелер өздері темекі тартып тұрып, өздері арақ ішіп тұрып, балаларына балам мына темекі мен арақ зиян дейді. Ол бала ешқашан сіздің тіліңізді алмайды. Жарайды әкетай деп қоюы мүмкін, бірақ былайшаға тарағын ішіп темекісін тартады. Неге? Өйткені көзін ашқалы бері әкесінің тәрбиесі солай. Кейде үйде жатамызда біреу звондаса, балам жоқ деп айтаса, іштейсің. Сен үйде жатсың. Балаң әкем жоқ деп айтады. Өйткені сен әкесісің. Әкесіне бойсынады бала. Бірақ сіз балаңызды өтірікшілікке, болашақ кәззап болуға, суайт болуға сіз өзіңіз тәрбиелеп жатсыз. Көрдіңіз ба? Бүгін балаңыз мектептен ручкаға көтеріп келсе, біреудің ручкасын ол тартып алды ма, ұрлап алды ма білмейсіз. О, балам олжалы болыпты ғой дейтін болсаңыз, бірнеше жылдан кейін сол балаңыз біреудің сиырын, қойын жылқысын ұрлап келеді. Өйткені сіз басында аурудың кішкентай кезінде, асқынбай тұрған кезінде сіз қой демегесіз. Көрдіңіз ба? Сондықтан біз әрқашан балаларымызды кішкентай кезінен бастап дүниесі құрсын, дүниесі жоқ болса да, ішетін тамағы, киімі жоқ болса да, біз ең бірінші баланы Құдайынан қорқатын, ата-анасын сыйлайтын, ізетті, тәрбиелі, намысты, ұятты адамды тәрбиелейтін болсақ, ертең сол бала сізді бағатын болады. Ертең сол бала сізді қарттар үйіне кіргізбейтін болады. Бүгінгі таңда жұмыс істейміз. Ойбай, ертең пенсиямыз болмай қалса деп қорқамыз. Пенсияның керегі не сізге? Сіздің пенсияңыз сіздің 6 балаңыз. 6 балаңызды бүгін оқытыңыз, тоқытыңыз, тәрбиелеңіз. Жаз айында медресеге беріңіз, Құран үйренсін, спортқа беріңіз, бос жүрмесін. Көрдіңіз ба? Сол баланы жақсылап ізгі ұрпақ тәрбиелесеңіз, ертең сол балаңыз, ертең сіздің пенсияңыз болады. Қолыңызды жылы суға малатын солы болады. Ертең сіздің алдыңыздан қия өтпейтін, әкетайым, анатайым деп қасыңызда сізді сыйлайтын сол бала болады. Мына Қалжан Ақун деген кісіні жаңа медреседе айтып жатыр имамдарымыз. Алғаш кеп дінді ашқан осындай деп. Қалжан Ақун ол мыңның бірі ғана біз білетін. Сол Қалжан Ақун бір күні кішкентай кезінде бала 1-2 жастағы ойнап жүреді, ойын баласы. Әкесі Бөлекбай ауыл биімен бағанағы Бөлекбайдың үйіне шай ішіп отырады. Бір кезде кішкентай ойнап отырған баланы көріп, ауылдың биі айтады: "Ей, Бөлекбай," дейді, "мына балаң өскенде," дейді, "елден асқан қарақшы болады," дейді. Немесе елден аты шыққан үлкен ғұлама ғалым болады деген екен. Сонда әкесі Бөлекбай: "Ау биеке, бірінші сөзің тілің тасқа, далаға" деген екен. Екінші сөзіңе иләһи амин деген екен. Қараңызшы, әкенің шарапаты. Сол бата қабыл болып, Қалжан Ақун жаңағы елден шыққан қарақшы болған жоқ, елден шыққан атақты ғұламаға айналды. Қалжан Ақун дүреді, ғұлама едәр еді, көзін ашып халықтың нұрға бөліп жүреді.
көрдіңіз ба, бүткіл халықты келіп Бұқара медресесін 27 жасында бітіріп Ахун деген атқа ие болған. Ахун деген нәрсе ол 40 ғалымның ілімін бойына жүктеген үлкен рухани тұлға деген сөз. Біз бүгінгі таңда діни білімді алатын болсақ, діни білімнің өзінде біз тек қана фих маманы, немесе ақида маманы, немесе хадис маманы деп қана бөлінеміз. Ал Қалжан Бұқара медресесінде Көкелташтауды оқыған кезде діни ілімді тұтас оқып бітіргеннен кейін астрономия, физика, математика, география, заң, поэзия, көрдіңіз ба, бірнеше ғылымды меңгерген 40 ғалымның бойындағы білімді бойына жинаған үлкен рухани тұлға болады. Кейінде Бұқарадан елге келген кезде бүгін біз көшетін болсақ, холодильнигімізді, морозильнигімізді, диванымызды толтырып бір-екі амазып көшіп барамыз бір жаққа. Ал Қалжан Бұқарадан көшіп келген кезде Қазақ даласына, Қызылорда өңіріне ол 2 қашырға толтырып жаңа кітапқан алып келді. Ол кітап жаңа руханият. Көрдіңіз ба? Сол Қалжан Ахун бағана Құнанбай атамызға бата берген. Көрдіңіз ба? Құнанбайды білесіздер, Абайдың әкесі, үлкен рухани тұлға. Міне сіздердің үйлеріңіз қастарыңызда медресе ашылып жатыр. Бұқараға бармай қойыңыздар, Ташкентке бармай қойыңыздар. Бірақ осы тура үйдің қасындағы медресеге балаларыңызды 3 айлық каникулда жіберетін болсаңыздар, әкелер жұма намазда ертіп барып, шырағым, мә 100 теңге, ана тұрған мешіттің тесігіне сал мынаны. Анау тұрған ақшасы жоқ, аяғы жоқ кісіге мынаны бер. Біз Алланың құлымыз, біз жақсылық жасауға бұйырылғанбыз, шырағым. Ертең сен де өсесің, сен де еліңе жақсылық жаса, мә мынаны бере ғой деп бағана қалтаңнан 100 теңгеңді шығарып, кішкентай балаңа берсең, сол баланың бағанағы көрген нәрсесі ол болашақта қайталайтын болады. Сіздер аталарыңыз намаз оқыған. Аталарыңыз намаз оқып жатқан кезде мойындарына бар басылып жаңағы жұма намазын алып барған кездері болған кезде, мысалы, атам намаз оқушы еді, мойны асылушы едім деп, сол аталары намаз оқыған балалар намазға келіп жатыр. Неге? Өйткені аталар текті болған, аталарынан көрген. Ал егер әкесі мен атасы ләйліп, арақ ішіп, аузынан нағит кіріп, көгіт шығып жүрген бағанағы отбасылардан 100-ден біреу, 1000-нан біреу шығуы мүмкін иманға келген. Сондықтан жалпы біз жүрген жерімізде жақсылық жасайық.